Саламатсыздар. Мен бүгін сіздерге көріп тұрғандарыңыздай тұздалған қиярдың, огурцидың, малосольный огурцы дейді ғой, ең тез және ең дәмді рецептісімен бөлісемін. Бұл бар жоғы 4 сағатта дайын болады. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Және қасындағы қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің видеоларымды жіберіп алмайсыздар. Сонымен бірге лайк басып кетсеңдер, мені қуантасыздар. Біздерге керегі огурцы, укроп және чеснок, 2 түйіршіктелген бұрыш, тұз, қант. Укропты мына көргендеріңіздей тураймыз. Мен көріп тұрғандарыңыздай банка жаптым, содан қалған огурцы бар еді, 1 килограммдай. Содан жасадым өзімізге, және ол 1-2 күнде жеп қойылу керек, сондықтан азғантай жасаған абзал. Және пакет керек. Осындай болмаса, қандай өздеріңізде пакет бар, сондай пакетпен жасай берулеріңізге болады. Пакетке огурцыды саламыз, үстіне турап, ұсақтап турап, укропты саламыз. Укропты бірінші жуып және кептіріп алу керек. Мен бақшадан алғаннан кейін өзім сол жақтан сулап алып, ол таза менде. Сондықтан мен солай құрғақ болды. Және осындай етіп, ірі етіп чеснокты турадым мен. Сіздер чеснокодавкадан чеснокты жақсы көрсеңіздер, болмаса ұсақтап турауларыңызға болады. Оны огурцидың үстіне саламыз және қантпен тұзымызды саламыз. Және 2 түйір жаңағыдай бұрышты саламыз, түйіршіктелген бұрышты. Осының бәрін пакетке салып, ішіне ауа қалғандай етіп жабамыз, көріп тұрғандай. Және осылай айналдырып, бәрін тұзды, қантты бір қалыптыққа келтіреміз. Және бұны біз мынандай тарелка алып, соның ішіне салып қоюымыз керек, себебі суы ағып кетеді. Осы күйге біз аузын жапқан күйге бөлме температурасында кем дегенде 4 сағатқа қоямыз. Менде 6 сағаттай тұрды. Біздің огурцымыз дайын. Бұл огурцы одан кейін холодильникте 3 күн сақталады. Осылай жасаңыздар, өте оңай. Видеоның ақырына шейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған үмітке.